Барлығына қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге surfy.bi деген приложение жайлы айтатын болатын боламын. Бұл приложениеде біз реклама көріп ақша табатын боламыз. Сіз ақпарат айту барысында барлығын түсінесіздер. Видеоның соңына дейін көріп, барлығын түсініп көрсеңіздер болады. Және де мен ақшаны өзімнің Payeer кошелегіме шығарып көрдім. Ақша келеді, ақша түседі. Ал сіздер енді осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау басып қойыңыздар. Ал енді мен бастайын. Бұл ең бірінші, бұл жерде біз қалай ақша табамыз, бұл жерде біз реклама көріп ақша табатын боламыз. Сайт surfy.bi деп аталады. Мен өзімнің телеграм каналыма ссылкасын тастаймын. Телеграм каналымның ссылкасы описанияда. Описаниядағы телеграм каналының ссылкасын басып, телеграм каналдан осы сайттың ссылкасын алып кіре аласыздар. Және де кірген кезде ең бірінші регистрацияны сіздер сайтта жасайсыздар. Сайттан регистрация жасап болғаннан кейін мобильный приложениесін тартсаңыздар болады. Мобильный приложениесі оңай, просто сіздерге задание пайда болған кезде үстінен SMS болып келіп тұрады. Сол себепті де мобильный приложение тартқан бізге дұрыс. Мен алдым бұл жерден бір рет шығардым. Бұл уже екінші рет шығайын деп жатырмын. Бірінші рет шығарған кезде мен видео түсірмекші болған, бірақ уақыт болмады. Бұл жерде мені доллардың суретін басасыздар. Осы жерге видеолар шығады, рекламалар шығады. Сол рекламаны біз 20 секунд немесе 30 секунд көргеніміз үшін бізге ақша төлейтін болады. Осы сайтта осы рекламаны 20 секунд көреміз. Үстінде мені счетчик кеткен. Сол счетчик біткеннен кейін бізге капча шығады. Сол капчаны дұрыс белгілесеңіздер ақша береді. Қазір көрсетемін. Міне электробритва дейді. Міне бізге ақша түсті. Өздеріңіз көргенде видео жоқ болып кетті, басқа адамдар алып кетеді. Мысалы, былай істесеңіздер болады, сіздер әшейін бір, хотя күніне автобуста отқан кезде или таксиде отқан кезде, көшеде кетіп жатқан кезде ашып, обновить етіп тұрсаңыздар, заданиялар өздері пайда болады. Заданиялар орындап, былайша айтқанда уақыт алмайды. Күніне мақұл сіз 3 рубль, 4 рубль шығаратын шығарсыз, бірақ вообще уақыт алмайды. Өте аз шығарасыз ақша, бірақ уақыт алмайды. И плюсы минимальный сумма бұл жерде өздеріңіз көргенде 0,3 цент. Ал менде қазір 0,26 цент бар. Ал бұл жерде мен ақшамды шығару үшін 0,3 цент керек. 0,3 центке жетсем болды, ақшамды шығарамын. Міне өздеріңіз көргенде мен вывод басқаннан сайтқа ауыстырды. Бұл жерде ақшаны сіздер сайттан шығара аласыздар. Выводты басасыздар, сразу сайтқа лақтырады. Сайттан сіз өзіңіздің, мен Payeer кошелекқа шығарам, бұл жерде походу тек Payeerге ғана шығады. На вашем счете недостаточно средств для вывода. Вывод алу үшін типа 0,3 болу керек деп көрсетіп тұр. Менде сәл ғана жетпейді. Бірақ күніне 10-15 минут құртып ақша тапсаңыздар болады. Және де мен қазір өзімнің шығарған суммамды көрсете салайын. Және де сіздердің барлығыңыз тек Payeerге лақтырған жақсы, себебі қазір Kiwi басқа елдерден Қазақстанға ақша лақтыруға ограничение қойып тастады. Ақшаңыз ұзақ уақыт келеді, немесе вообще Kiwiге де служба поддержка жазып жүріп зор қаласыз. Сол себепті де бәріңізге Payeer ашыңыздар. Payeer выгодно, және де ішінде көп нәрселер бар, қызықты. И сосын барып көп сайттарда, көп приложенияларда ақша табатын Payeerге шығаруға болады. Қазір мен өзім немені тауып алайын. Міне тұр. Міне withdraw fund from surfy.bi деген, типа surfy.bi'дан келген ақша, осы адреске келген. Мен Payeerмен міне көрсеңіздер болды. 0,2 цент. 0,2 цент деген примерно 3 рубль болады. Аз болатын болса да, бірақ көп уақыт алмайды. Уақыттарыңыз вообще кетпейді. Әрине, бастапқы кезде бүкіл адам интернеттен сразу былай көп ақша тауып кете алмайды. Басында жай осылай жиналып бір жылда, хотя бір жылда 3,000-4,000 рубль тапсаңыз да, сізде
Жақсы. Сол себепті де өздеріңіз білесіздер, қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма. Бірақ проект ақша төлейді и уақытты алмайды, реклама көресіздер, болды. Сау болыңыздар. Осы каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаймыз.